Сәлеметсізбе достар. Бүгінгі видеомызда суретте көріп тұрғаныңыздай тиын лақтыру ойыны. Герб болмаса сом тәрепі түсетін ойын. Көріп тұрғаныңыздай мен hamma нәрсені жайластырып зат болдым. Атын қалесеңіз любой қойып қойсаңыз болады. Менікінде тиын алмастыру ойын деп тұрыпты. Хош, түсіндіріп өтсем, затларды жараттым мен. Бұл жерде екеуін көріп тұрғаныңыздай picture box жараталым. Мына екеуі picture box. И picture box'a қалай ішіне сурет жайластырамыз. Суреттерді любой жерден тауысаңыз болады. Мәселен, Google яқы соңғы сайтлардан сурет қосатын болсақ, неде background image деген жеріне системді басамыз, и 3 точканы басып, файлыңыздан жаңа сурет тастайсыз. Мына біздің суреттерде ұқсап полный жайласу үшін астындағысын нерін 3 затты басасыз, и бұл жерде scratch деп тұру керек. Кейінгісінен сөйтіп тұрамыз. Кейінгісінен сөйтіп өзгертеміз. Бірақ оң артық тарапын қоямыз, тиынның артық тарапын. И астына өтсек, name тарапына мен бұған headbox деп қойдым. Headbox. Бұған есе tailbox деп қойдым. Ядлау аңсатлау болу үшін, шақыру аңсатлау болу үшін. И астына өтсек, астында есе мен button затын шақырдым. Бұл жерде болса name'ын toss button деп қойдым. Қалесеңіз любой атқа өзгертсеңіз болады, хаммесін. И бұл жерде 3 label шақыруыңыз керек. Бұлны отты деп қоясыз. Енді кім отқан шарп береді. Бұл жерде болса мынау счетчик, кім неше мәрте отқан шарп береді. Отты дегенде мен result button, result label деп атап қойдым. Бұнда болса сомның head score label деп қойдым. Гербқа болса tail score label. И бұған тиын рандомный тәрізді ету үшін оған рандомный функция қосу керек. Алдым болса бас деген түймені 2 мәрте басамыз кодына өту үшін. И бұл жерде кодға өтті. Әуелі біздер бұл тиын рандомный тәрізді түсу үшін оған рандомный функция жарастырып шығуымыз керек. Бұған рандомный тәрізді функция жарастыру үшін private жеріне random private'ын қойуымыз керек. Private 2 нұқта. И бұл жерде int шақырамыз. Int head score. Бұны тең дейміз 0. Баста 0 өп тұрады. Екеуінің заты. И int қосамыз. Int tail score. Тең болады, олам 0-ге тең болады. И біздер бұл затымызды қазірше кесіп алайық. Бұны түбілу жүре қойық. Жасыл. Ctrl-X деп аламыз. Бұны алсам жерге Ctrl болып жайластырамыз. Бұл төбеде тұру керек деп ойлаймын. И кейінгісінде біздер және private пенен random нәрсе төлеу үшін random функциясын қосушымыз керек. Private дейміз. Бұл арашытанысып static system. Static system 2 мәрте нұқта қоямыз. И бұл жерге random деп жазамыз. Random. И 6, shift 6, rng. Ол тең болады. New system. 2 нұқта қоямыз. И бұны random деп атаймыз. Random нұқта и бұны жауымыз. Затымыз ашылып болды. И buttonға өтсек, toss buttonға арасын ашамыз. Бұл жерде баста
Bizler zaten şahrımız olmamız gerek. Randomly funksiyonu. Onun için int deymiz. Int result natijasi ol teng bo'ladi. Baya shahrin random funksiya rng ol next i qo'shamiz 0,2 bo'lyapti. 0,2 ibn joms keyingisini bo'lsa if chaqiramiz. If agar qo'shamiz resultimiz teng bo'ladi 0 ga shu olamiz. Agar resultimiz teng bo'ladi 0 ga headboximiz ya'ni tiyinimiz so'm tarafimiz ol visible teng bo'ladi true. Tail boximiz bo'lsa visible bo'ladi. Teng bo'ladi ol false teng bo'ladi. False. Ibn Jones. Keyingisini bo'lsa buni komutgan shart berish uchun result boxda result label text ol teng bo'ladi. Sum deb qo'yik. Komutgan shart berib turibmiz. Sum bo'lyapti. Keyingisinde head score. Bana chaqirgan funksiyamizda head score ol artadi. Ko'payadi masalan. Ochko bo'lsa, tiyinimiz masalan 30 bor u. 10 ochko bo'lsa plus 1 ochko o'sib boraveradi har o'tgan sayin. So'ng uchun plus deymiz. Ibn Joms. Keyingisinde bo'lsa head score label bana yaratgan ikkinchi labelimiz. Unda bo'lsa text deymiz. Text teng bo'ladi. Masalan sum necha ochko olgan bo'lsa, unda deb qo'yamiz. Bu artadi. Head score teng bo'ladi to string. Ibn Joms. If'imiz yaratib bo'ldik. Endi bo'lsa agar degan yaratib bo'ldik. Endi else yaratamiz. Else buni ham ochib olamiz. Enter. Bu yerga bo'lsa bu yerda headbox tiyin aldığın tarafını ettik. Son tarafın. Endi bo'lsa else da bo'lsa bunun teskari tarafi. Endi arq taraf gap tarafini etamiz. Onu etadigan bo'lsak, bu yerdagi headboxdan tailboxga deyim kopya olamiz. Biroq bu yerda true deganda противоположный tarafga o'tamiz. False. Buni bo'lsa true ga o'zgartamiz. Result label bunda kopya qilib olamiz. Bunda bo'lsa biroq sum demaymiz, gerb deymiz. Endi necha ochko qo'shganini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda tail score bu gerbga qo'shilgan ochkomiz plus bo'ladi. Buni javobimiz tail score label
Бул text bo'ladi. Text teng bo'ladi. Yaratamiz. Gerb. Gerbga ikki to'sh qo'yamiz. Bu yerda plus tail score ol to'ch qo'yamiz. To string bo'ladi. To string. Buni javobimiz. Ko'rib turganingizday, to'sbatdan klik basgan kezimizdagi funksiyaning barini o'rnab bo'ldik. Sizlardan qilinadigan narsa bularning barini o'zingizga yaqin yerda joylashtirib chiqasiz. Suratlarni qaragan yeringizdan topishingiz mumkin. Любой teng suratini qo'ysangiz bo'ladi, aldi har tarafini. Bana ko'rsatganimdek name'larni o'zingizga ham qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Bu headbox deganimiz tengning ati, endi o'zim atab qo'ydim. Gerbda bo'lsa tailbox turadi. Bularda bo'lsa so'ng hisob nada tailboxning result label'i. Bunda bo'lsa zaten счетчиги, короче. Bunda bo'lsa result label bo'ladi. Qilganimizni ko'radigan bo'lsak, run beramiz. Run berib ko'ramiz. Run beramiz. Run beramiz. Run berib kutamiz. Run berilyaptir. Ko'rturangiz run berildi. Endi bas degan tugmani bassak, bu ikki tarafning bir yerga tushishi kerak. Basni bassak, sumda sumga bo'lsa 1 ochko yozildi. Yana bir ret basатын bo'lsak, sum yana bir ret o'tdi. Keyingisini bo'lsa gerb o'tdi, gerbga 1 ochko yozildi. Сөйтіп чекісілік дейін кете береді. Кім ұтатынын ешкім білмейді. Басып кете бересіз. Содан бастап чекісілік дейін кете береді. Дейін сушансам 50 мен таслантарып барып. Бүгінгі видеомыз өз аяғына жетті. Енді видео ұнаған болса лайкам, подписка қойың. Жұмыстарыңыз davam et и шаршамаң. Пока-пока.